22-ші сабақ адамның жасына байланысты есептер. Бірінші есеп. Ағасы Әлішерден 3 жас үлкен, інісі Әлішерден 3 жас кіші, кіші інісі Әлішерден 3 есе кіші, әкесі 3 есе үлкен, барлығын жастарының қосындысы 76-ға тең. Яғни барлықтарын бізде Әлішермен салыстырып отыр. Демек Әлішердің жасын біз x деп белгілейтін боламыз. Енді барлығының жастарының қосындысы 76-ға тең дейтін болса, онда барлық ағаларын, інілерін және әкелерін қосып шығатын боламыз. Яғни Әлішердің жасына қосамыз. Бірінші ағасын қосайық. Ағасы Әлішерден 3 жас үлкен дейді. Демек x қосылған 3 болады. Қосу. Ағасы қосылды, Әлішер қосылды, інісі Әлішерден 3 жас кіші деп тұр. Демек ол x алынған 3 болады деген сөз. Қосылған. Кіші інісі Әлішерден 3 есе кіші дейді. Яғни x бөлінген 3 болады деген сөз. Қосу. Әкесі Әлішерден 3 есе үлкен, яғни ол 3x болады. Ал осылардың барлығының қосындысы 76-ға тең. Енді теңдеуді шығаратын боламыз. 1x, 2x мен 3x болады. Мына жақта 3x бар, яғни барлығы 6x болады екен. 6x қосылған. Мына 3 пенен мына 3-іміз жойылады, себебі мына жақта қосылып тұр, мына жақта алынып тұр. Ары қарай x бөлінген 3 бар. Тең 76-ға. Бөлшектің бөліміндегі 3-тен құтылатын болсақ, демек 3-ке көбейтіп жіберуіміз керек берілген теңдеуді. Теңдеуді 3-ке көбейтіп жіберетін болсақ, мына жақта 18x болады. 18x болады. Қосылған. 3-ке көбейтетін болсаңыз, қысқарады да x-тің өзі қалады. Ал 76-ны 3-ке көбейтетін болсаңыз, 70, яғни 210 және 18, 228 болады. 228. Осы жерден 18x пенен x қосылады дағы 19x пайда болады. Тең 228-ге. X-ті табатын болсақ, 228-ді 19-ға бөлетін боламыз. 228-ді бөлеміз 19-ға, нәтижесінде 12 шығады. Демек, x-тің мәні 12 болды. Ал x дегеніміз ол Әлішердің жасы еді. Демек, Әлішердің жасы 12-де. Жауабы Әлішер 12 жаста. Келесі есеп. Шешесі 45 жаста болғанда үлкен қызы 20-да, ортаншысы 12-де, кенжесі 3 жаста болды. Қанша жылдан кейін шешесінің жасы 3 қызының жасының қосындысына тең болады деп тұр екен. Демек, анасы 45 болады. Қанша жылдан кейін дейтін болса, демек барлығына не қосылады? Белгісіз x қосылып отырады. Анасы тең болады мына 3 қызының жастарының қосындысына. Бірақ қандайда бір жылдан кейін, демек үлкен қызы қандайда бір жылда 20 қосылған x-ке келеді. Ал ортаншысы 12 қосылған x болады оның жасы. Ал кенжесі 3 қосылған x болады. Яғни осы теңдеуді біз шығаруымыз керек. X барларды оңға қарай, x жоқтарды солға қарай ауыстырып жіберейік. Яғни 45 азайтылған 20, азайтылған 12, азайтылған 3 болады. Тең. Мына жақта x, яғни 3 рет тұр екен, демек ол 3x болады. Ал мына минус x болып бері қарай келеді. 20, мына екеуі қанша болады? 35 болады деймін. 35 болады екен. 45-тен 35 алатын болсақ, бізде 10 қалады. Демек, 10 тең болады. 3x-тен алатын болсаңыз, 2x қалады. Осы жерден x табатын болсақ, x тең 5. Яғни қанша жылдан кейін бұлардың жастарының қосындысы тең болады дейтін болса, жауабы 5 жылдан кейін. 5 жылдан кейін барлығын жастарының қосындысы анасының жасына тең болады екен. Төртінші есеп. Айқын және оның ата-анасы барлығы бір күнде 1 қаңтар күні туылған. 2022 жылдың қаңтарында Айқын анасынан 7 есе кіші болды, ал 2023 жылдың қаңтарында әкесінен 7 есе кіші болды. Әкесі анасынан неше жас үлкен деп айтқан екен. 2022 жылы анасынан, яғни анасынан Айқынымыз 7 есе кіші болды. Яғни Айқын x-те болса, анасы 7x-те болады деген сөз. Ал 2023 жылы әкесі туралы мағлұмат келеді қазір. 2023 жылы қаңтарда әкесінен 7 есе кіші болды. Әкесінен 7 есе кіші болатын болса, қараңыздар, 2022-де анасының жасы 7x болатын болса, онда ол келесі жылы, яғни 2023 жылы, және жазып қойып, 2023-те біздің анасы, яғни бұның анасы
7x қосылған 1 келеді, 7x қосылған 1, яғни 1 жыл қосылып кетеді ғой. Ал әкесі туралы мағлұматқа келетін болсақ, бағана біз айқынды жазын x деп алатын болсақ, 2023-те ол не болады? X қосылған 1 болады. Ал ол әкесінен 7 есе кіші болды дейтін болса, демек 7 көбейтілген x қосылған 1. Әкесінің жасы 7x қосылған 1. Яғни жақшасын ашып жүретін болсаңыздар, 7x қосылған 7 болады. Енді қараңыз, теңдейік. 7x қосылған 1 дегенді анасы сияқты қылып 7x қосылған 1-ге келтірейік. Олай болатын болса, 7x қосылған 1 қосу 6 деп жазып аламыз. Яғни 7x қосылған 7 дегенді. Енді қараңыз, анасы мен әкесінің жазылуы бірдей болды. 7x қосылған 1, 7x қосылған 1. Демек, айырмашылығы не болып тұр? Мына тұрған 6-да. Олай болатын болса, әкесі анасынан 6 жасқа үлкен деген сөз. Яғни жауабы әкесі анасынан 6 жасқа үлкен. Егер 2 жыл бұрын ағасы қарындасынан 2 есе, ал 8 жыл бұрын 5 есе үлкен болса, қазір ағасы неше жаста дейді. Бұл жерде ағасын және қарындас туралы болғандықтан біреуінің жасын x деп белгілесек, біреуінің жасы y болады. Қарындасын x деп белгілейік, ал ағасын y деп белгілейік. 2 жыл бұрын дейтін болса, яғни қарындасы x алынған 2 болады. Ал 2 жыл бұрын дейтін болса, ағасы y азайтылған 2 болады. 2 жыл бұрын ағасы қарындасынан 2 есе үлкен, яғни ағасы үлкен болып тұр. Ал екеуін теңестіру үшін қарындасын не істейміз? 2-ге көбейтетін боламыз. Сол кезде екеуінің жасы тең болады. Ал 8 жыл бұрын дейтін болса, 8 жыл бұрын ол x азайтылған 8-де болса, ағасы y азайтылған 8-де болады. 5 есе үлкен болған дейді, яғни қарындасынан 5 есе үлкен болыпты. Демек, қарындасын ағасын жасына жеткізу үшін қарындасын 5-ке көбейтеміз. Яғни бұл бізде екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі. Осы жердегі есепті шығаратын болсақ, біз x-ті және y-ті нақты табатын боламыз. Жақшаны ашып алайық. Жақшаның ішімен жеке-жеке көбейтетін болсақ, 2x азайтылған 4 тең болады y азайтылған 2-ге. Ал екінші бөлімін көбейтетін болсақ, 5x азайтылған 8 тең болады. 5x азайтылған 40, 40 тең болады y азайтылған 8-ге. Енді бұл есепті шешудің бірнеше тәсілі бар, яғни қосу тәсілі арқылы шешуге болады, алмастыру тәсілі арқылы шешуге болады. Өзіміздің қалауымыз бойынша шеше аламыз бұл жердегі есепті. Теңдеуді шешетін болсаңыздар, бізде x тең болады 10-ға, ал y тең болады 18-ге. Яғни қарындасы 10 жаста, ағасы 18 жаста болады екен. Жауабы қарындасы 10-да, ал ағасы 18-де. 6-шы есеп. Қазір ағасы қарындасынан 5 жас үлкен. 4 жылдан соң олардың жастарының қосындысы 17 жас болады. Енді қараңыз, қазір қарындасын x жаста болатын болсақ, қарындасы x-те де болатын болсақ, онда ағасы одан 5 жас үлкен, яғни x қосылған 5 болады. 5 жас үлкен, яғни x қосылған 5 болады. Енді 4 жылдан соң дейді, мынау қазір бізде. Ал мынау 4 жылдан кейін деп айтайық. 4 жылдан соң дейтін болса, демек қарындасының жасына 4 жас қосылады деген сөз. Яғни x қосылған 4 болады. Сол 4 жылдың ішінде ағасына да 4 жас қосылады дағы, яғни 5 қосылған 4, 9 болады. Енді қараңыз, 4 жылдан соң олардың жастарының қосындысы 17-ге тең болды дейді. Яғни бұл екеуінің қосындысы 17-ге тең есеп деп айтқан екен. Олай болатын болса, осы теңдеуді шығарамыз. X пен X-ның қосындысы 2x болады. 9 пен 4-ті қосып алайық, екеуінің қосындысы 13. 13-ті теңдіктің ар бетіне лақтыратын болсақ, 17-тен 13-іміз азайтылады да 4 қалады. Осы жерден x-ті табатын болсақ, 4 бөлінген 2, яғни 2-ге тең. Демек, қазір ағасы неше жаста деп сұраған екен, яғни x-тің мәні 2-ге тең, апарып қоямыз. Ол ағасы бізде x қосылған 5 етін. Демек, 2 қосылған 5 тең болады 7-ге. Жауабы қазір ағасы 7 жаста екен. Келесі есеп. 2017 жылы Жаннұрдың жасы оның туылған жылының цифрларының қосындысына тең болса, Жаннұр қай жылы туылған дейді. Яғни
2 қосылған 0 қосылған 1 қосылған 7, я? 2017 жылы Жаннұрдың жасы оның туылған жылының цифрларының қосылысына тең, яғни мына сандардың қосылысына тең екен. Қосып көрейік. 3 мынамен қанша болады? 7 болады. Демек 2017 жылы ол 7 және 3 10 болады екен, я? 2017 жылы ол 10 жаста болды деген сөз. Демек ол 2017-те 10 жаста болатын болса, онда біздің Жаннұрымыз 2007 жылы туылды деген мағлұматқа сәйкес келеді. Жаннұр қай жылы туылды дейтін болса, яғни жауабы 2007 жылы туылды.